Башыңызға сәлем оқушылар, 4-ші бөлімнің 5-6 сабағы 4 түлік тақырыбына арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Тақырыбымыздан көріп отқан шығарсыздар, өте бір қызық тақырып. 4 түлігі қазақ халқының өмірінде ерекше маңызға ие 4 түлік. Бірінші сұрақ: қазақ халқының өміріндегі 4 түліктің рөлі қандай? Қазақ халқының өмірінде 4 түлік жылқы, түйе, сиыр, қой ерекше маңызға ие. Мал шаруашылығы ата-бабаларымыздың негізгі күнкөріс көзі болды. 4 түлік тек азық-түлік көзі емес, сонымен қатар киім-кешек, көлік және тұрмысқа қажетті бұйымдар жасауда да маңызды рөл атқарды. Жылқы қазақ үшін ертеден қасиетті жануар саналады. Ол көлік ретінде пайдаланылып, қымыз дайындау үшін сауылған. Жорықтарда және күнделікті өмірде атқа міну дәстүрі қазақ халқының ажырамас бөлігі болды. Түйе шөл және шөлейт жерлерге бейім болғандықтан көшпелі өмір салтында ерекше орын алған. Түйе еті мен сүті тағам ретінде қолданылса, жүнінен киім мен кілем тоқылған. Сиыр ет пен сүт өнімдерін алу үшін өсірілді. Сиыр сүтінен түрлі тағамдар жасалып, қазақтың ас мәзірінде үлкен орын алады. Қой мен ешкі мал шаруашылығының негізгі бөлігі болды. Қойдың еті мен сүті тағамға, жүнінен киім мен тұрмыстық бұйымдар дайындалады. Ешкі де төзімділігімен бағаланып, еті мен терісі кеңінен пайдаланылды. 4 түлік мал тек азығы емес, қазақтың мәдениеті мен дәстүрінде де үлкен орын алады. Малға байланысты көптеген салт дәстүрлер қалыптасқан. Мал басының көп болуы байлық пен молшылықтың белгісі саналған. Келесі тапсырма: 4 түлік туралы қандай мақал-мәтелдерді білесіңдер? Мысалы, жылқы туралы ат ердің қанаты деген мақал болса, түйе туралы нар жолында жүк қалмас, түйе сазға отырса тақ санат деген мақал бар екен қазақ тілінде, қазақ халқының арасында, нақыл сөздердің арасында. Сиыр туралы: малды бақсаң сиыр бақ, сүт кетпейді шарадан, егін ексең бидай ек, құт кетпейді даладан деген мақал мәтел бар екен. Қой туралы: қойың қорада болса, уайымың далада деген мақал бар екен. Бұл мақал-мәтелдер қазақ халқының 4 түлікке деген көзқарасын және олардың күнделікті өмірдегі маңызын көрсетеді. Келесі тапсырма: төмендегі сөздердің көп мағыналы және амонимдік тіркесін құраңдар, яғни қала, түс, көз, үйлеу, қанат, құлақ деген сөздердің амонимдері және көп мағыналы сөздердің қайсысы жатады, осыны ажырататын боламыз. 6-шы тапсырма: мәтіндегі түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деген тіркестердің қандай мағынада қолданылып тұрғанын түсіндіріңдер. Түйе салтанат: түйе көшпелі өмірде ерекше орын алған. Ол ұзақ сапарлар мен үлкен жүк тасу үшін пайдаланылған, сондықтан байлық пен салтанатты бейнелейді. Жылқы мақтан: жылқы қазақ үшін мақтаныш саналады. Ат ердің қанаты дегендей, батырлар үшін тұлпар міну мәртебе болған. Сиыр қанағат: сиырдың сүті күнделікті тағам көзі болғандықтан, оны мал иелері берекенің, қанағаттың белгісі ретінде бағалаған. Қой қазына: қоймалы қазақ халқында молшылықтың нышаны саналады. Оның жүні, еті, сүті бәрі де кәдеге жарағандықтан, қойды қазынаға теңеген. 7-ші тапсырма: оқылым мәтініндегі амоним сөздерді тауып, мағынасын талдаңдар. Бірінші: мал деген сөзді қасиет, жас, тіл деген сөздерді алып көрсеттік. Мал деген сөздің бірінші амонимдік мағынасы 4 түлік, яғни шаруашылықтағы үй жануарлары. 4 түлікті, мысалы, түйе, жылқы, қой, сиырды айтады. Екінші мағынасы адамның меншігіндегі байлық. Кең мағында мал мүлкі, мал мүлік деп айтылады ғой, оның мал мүлкі өте көп деген сияқты. Қасиет сөзінің бірінші мағынасы ерекше рухани немесе адамгершілік сапа, яғни адамның қасиетін білдіретін болса, екінші мағынасы малға немесе затқа қатысты қастерлі бағалы сипат. Мысалы, түйенің қасиеті, одан кейін малды теппеңдер, оның киесі бар, қасиеті ұрады деген сияқты сөздер бар. Біздің қазақ халқында аққуды қасиетті құс ретінде бағалаған. Осындай мағынада қолданылады. Жас сөздің бірінші мағынасы жануарлардың немесе адамның жасы. Жылқының жас сатылары, мысалы, тай, құнан, дөнен деп айтылатын болса, адамның жасы, мысалы, мүшел жас деген сияқты адамның жыл сайын толып отыратын жасы. 12 жас, 13 жас. Одан кейін екінші мағынасы көздің жасы, амонимдік мағынасы. Тіл. Бірінші мағынасы тіл сөзінің ауыз әдебиетінде жылқыға тіл бітіру деген, яғни сөйлеу қабілетін беру мақсатында қолданылады. Бұл енді тек ауыз әдебиетіне тән ерекшелік. Бұны енді
былай айтатын болсақ, бір гипербола, ауыз әдебиетінде ұлғайтып көрсету деген бар. Одан кейін екінші мағынасы, негізгі мағынасы адамның сөйлеу құралы, тіл, адамның қарым-қатынас құралы. Одан кейін үшінші мағынасы ретінде алуымызға болады адамның дене мүшесі. Оны айттық, жоқ, ол екінші мағынасына кетеді екен. Жалпы тіл сөзінің омонимдік мағынасын осылай берсек болады екен. Сегізінші тапсырма төртіліктің атауларын топқа бөліп жатқа айтыңдар. Яғни бізде түйені, жылқыны, сиырды, ешкіні қалай атайды, осының барлығын жазатын боламыз. Тоғызыншы тапсырма халық ұғымында әр малдың өз иесі пірі бар. Әр малды өзінше шақырады, осыларға байланысты атаулар мен сөздерді жазыңдар. Яғни түйе атасы ойсылқара деген сияқты жаттайды ғой бастауышта. Осы сол бастауыштағы өткенімізді осы 9-шы тапсырмада қайталайтын боламыз. Келесі 10-шы тапсырма ауыз әдебиетіндегі кейіпкерлердің жан серігі болған тұлпарларға мінездеме беріңдер. Тарланат ер тарғынның тұлпары, ол шапшаңдығымен және иесіне адалдығымен ерекшеленеді. Ер тарғын жорықта тек осы тұлпарына сенген. Байшұбар Алпамыс батырдың тұлпары. Байшұбар өте төзімді әрі жүйрік ат ретінде сипатталады. Ол иесін қауіп-қатерден құтқарып, ұзақ жолдарды еңсере алған. Қарағасқа Қобыланды батырдың тұлпары. Жауға шапқанда батырға сенімді серік болып, жауынгер рухын күшейткен. Ауыз әдебиетіндегі тұлпарлар батырлардың сенімді серігі, ерліктің және батырлықтың символы ретінде бейнеленеді. 11-ші тапсырма төрт түліктің жасына қатысты атауларды жазып шық. Қазақтың салт дәстүрі мен әдет-ғұрыптары кітабын пайдаланыңдар. Жабағы деп бізде 5-6 айлық ересек құлынды айтады екен. Құнан деп 3 жасар жылқыны айтса, тайлақ деп 2 жастан асқан түйе төлін айтады екен. Тоқты деп 1 жасар қойды айтатын болса, ағылан деп көбіне бұл жерде бағлан болу керек, көбіне 1-2 жасар еркек қойды айтады екен.